Сәлеметсіздер ме, құрметті әріптестер. Алматы қаласы қоғамдық денсаулық сақтау басқармасының жоғарғы медициналық колледж биология пәнінің оқытушысы Нышанова Гүлнұр Әлімбаевна. Тақырыбым созылмалы бүйрек жетіспеушілігі, бүйрек трансплантациясы және диализ. Жалпы бүгінгі сабақта біз созылмалы бүйрек жетіспеушілігін оқып үйренеміз. Сонымен қатар бүйрек трансплантациясы және диализді білетін боламыз. Жалпы сабағымыздың мақсаты бүйрек жетіспеушілігінің алдын алу болып табылады. Бүйрек жетіспеушілігі дегеніміз не? Бүйрек жетіспеушілігі организмнен зәр арқылы шығарылатын заттардың нормадан ауытқуы, яғни қанда азотты қалдықтардың жиналуы, сонымен қатар бүйректің бөліп шығару қызметінің бұзылуы болып табылады. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі ол 3 айдың көлемінде немесе одан да көп уақытта байқалатын бүйрек қызметінің қайтымсыз бұзылу синдромын айтамыз. Яғни бүйректің созылмалы ауруының салдарынан нефрондардың үдемелі өлуінің нәтижесінде несепнар, креатинин, несеп қышқылы тәрізді уытты әсері бар азот қалдықтарының көбейіп кетуіне байланысты организм зәрмен уланады. Яғни зәрлі қан дамиды. Жалпы бүйрек жетіспеушілігінің негізгі себептеріне тоқталатын болсақ, ол мына аурулардың салдарынан болады. Ол бүйректің шумақтық аппаратының зақымдануы, бірінші және екінші типті қант диабеті, буынның ұстамалы ауруы, Б және С вирусты гепатиті, безгек және созылмалы пиелонефрит болып табылады. Жалпы ауру алғашқы белгілерінде байқалмайды. Тек қана 80-90%-ында нефрондарды жоғалтқанда әлсіздік, шаршау, никтурия, сонымен қатар түнде жиіп несеп шығару, несептің көп шығарылуы, яғни тәулігіне 2-4 литр несеп шығару, терінің қышуы, бұлшық еттің тартылуы тәрізді созылмалы бүйрек жетіспеушілігі белгілері байқалады. Уақыт өте келе, бүйрек жетіспеушілігінің үдеуі салдарынан ауыздың кебуі, адамның аузына күйік дәмінің пайда болуы, тәбеттің болмауы, құрсақ үстінің ауруы және ауырлауы, сонымен қатар демігу, артериялық қысымның жоғарылауы тәрізді ауру белгілерін байқайды. Жалпы қанның ұйғыштығы бұзылады. Нәтижесінде мұрыннан және асқазан ішек жолдарынан қан кетуі, қан құйылуы пайда болады. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігінің белгілерінің бірі ол анемия болып табылады. Ал бертін келе жүрек демікпесінің ұстамасы және де өкпенің ісінуі, коматозға дейін, яғни адамның комаға түсуіне дейін аппаратын яғни түстің бұзылуы пайда болады. Бүйрек жетіспеушілігінің негізгі себептерінің бірі бұл бауырдың зақымдануына байланысты болуы да мүмкін. Бұл гепатореналды, яғни бауырлық немесе бүйректік синдром деп аталады. Асқынған бауыр циррозында қабынған гепатитте ауру күшейе түседі. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігі белгілерін анықтау үшін жалпы зертханада қан талдауы, қанды биохимиялық талдау, несеп талдамасы, шумақтық сүзілу жылдамдығы, яғни Реберг-Тареев сынамасы тәрізді зерттеулерді жүргізеді. Ауру анықтау үшін бүйрек қан ағысын анықтайды, бүйректің функциялық биопсиясын жасайды, рентгенге түсіреді. Ауру дамуын тек бастапқы кезеңдерінде ғана бұл жасалады. Сонымен қатар зәр шығару жүйелерін ультрадыбыстық зерттеу тәрізді аспаптық зерттеулерді жүргізеді. Бүйрек жетіспеушілігінің соңғы сатыларында толықтырушы ем ол қан тазарту және перитонеалдық диализ жүргізіледі. Бүйректі трансплантациялау бір адамға екінші адамнан, яғни донордан алынған бүйректі ауыстырып салудан тұратын хирургиялық ота жасалады. Бүйректі жалпы ауыстыру ол 1902 жылы жүзеге асқан болатын. 1933
жыл алғаш рет қайтыс болған адамның бүйрегі қолданылды. Дегенмен бұл салада бірінші сәтті ота ол тек қана 1954 жылы жасалды. Қазақстанда бірінші рет донор бүйрегін қолданудың сәтті отасы ол 1979 жылы жүзеге асырылды. Бүйректі алғаннан кейін алғашқы тәуелікте трансплантациялау ең жақсы нәтиже көрсетеді. Яғни ол 72 сағат ішінде қанның ишемиясы рұқсат етілген жағдайда. Созылмалы бүйрек жетіспеушілігімен ауыратын адамдарға бүйрек трансплантациясын жасауға дайындауда, яғни құрамында 40-60 грамм нәруыз болатын ем-шара белгілейді және де натрий мен калий мөлшерін шектейді. Бүйректі ауыстыру техникасы басқа хирургиялық оталар жасауға қарағанда хирург шеберлігіне өте жоғары талап қойылады. Әсіресе ұлпаларды абайлау керек, яғни ұлпаларды мүмкіндігінше аз зақымдаумен ота жасауға, сонымен қатар реципиенттен мұқият гомеостаз талап етіледі. Қорыта келгенде, қазір кезде су сапасының бұзылысына және дұрыс тамақтанбау салдарынан бүйрек тас аурулары дамып, соның нәтижесінде біраз адам жаңағы жапа шегіп жүргені бәрімізге белгілі. Егер осы ауруларды дер кезінде уақытында емдемесек, бүйрек асқынуларына алып келеді. Ал оның соңы әрине бүйрек жетіспеушілігі екенін естен шығармау керек. Бекіту сұрағы. Жалпы сабаққа байланысты бүйрек жетіспеушілігі дегеніміз не? Бүйрек жетіспеушілігі кезіндегі уремия, бүйрек трансплантациясы, донор дегеніміз не? Реципиент, трансплантат қалай сақталады? Осы сұрақтарға жауап береміз. Назарларыңызға рахмет.